Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге өте оңай жасалатын компоттың рецептісімен бөлісетін боламын. Керекті заттарды описание бөліміне жазып кетемін. Алдымен осылай кастрөлімізге суымызды толтырып, суымыз қайнағанша жемістерімізді дайындайтын боламыз. Менде бұл биылғы менің қаттырған алма және де өрігім. Сіздер оның орнына свежий басқа да жемістер алсаңыз да болады. Және де бізге қант керек болады. Менің кастрөлім 3 литрлік, сондықтан 300 грамм қант алдым. Суымыз толық қайнағанға дейін жемістеріміздің барлығын салып жібереміз. Суымыз толық қайнап, жемістеріміз езіле бастады. Енді үстіне қантымызды салып жіберсек болады. Менің компотымның дәмділігі орташа болып шықты. Сіздер өз қалауларыңызша қантты тағы да көбейтсеңіздер де болады. Енді кастрөліміз қақпағын жауып, қантымыздың ерігенін 10 минуттай күтетін боламыз. Одан кейін оттан алып, суытып, ішіндегі барлық жемістерді алып тастаймыз. Және де компотымызды бөлме температурасында толықтай суытатын боламыз. Компотымыз дайын болды. Осындай мөлдір күшті болып шығады. Бұл компоттың ең қарапайым, ең оңай тәсілдерінің бірі. Балаларыңызға жасап көріңіздер, оларға ұнайтынына сенімдімін. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.